Сәлеметсіңдер ме көрермендер? Безеу неге шығады және қандай жерге шығады? Бүгін осы сұраққа жауап беретін боламыз. Менің ақпаратым сіздерге қызықты болса, лайк басып, комментарий жазып, және подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Теріде безеулер түрлі себептермен тұқым қуалауға бейімділіктен, гормондардың әсерінен, майдың көптен бөлінуінен, сондай-ақ асқазан қызметінің бұзылуынан пайда болады безеулер. Тері майы ағзадағы май бездерінің сыртқа шығаратын саңырауларына тұрып қалып, бетте қара нүктелі дақтар мен қара безеулер ретінде көрінеді. Безеудің маңдайға шығуы ас қорыту жолдарының дұрыс емес екенін білдіреді. Бұл жерде асқазан ғана емес, ұйқы безі немесе өт жолы бұзылған болуы мүмкін. Егер безеулер маңдайдың шашқа жақын бөлігіне қарай шықса, онда ол өт жолының дұрыс емес екенін ескеру керек. Ал егер бөрткендер қасқа қарай жақындап шықса, ішек жолдарының өз қызметін атқара алмай жатқандығын білдіреді. Яғни тамақтану тәртібін дұрыстау керек. Маңдайға безеу антибиотиктар, гормональды дәрілерді көп қолданғандықтан шығуы мүмкін. Көздің айналасына шығатын кез келген бөрткендер, көз астының ісуі, бүйректе ақау бар екенін білдіреді. Немесе ағзаға судың жетіспеушілігін білдіреді. Сондықтан көбірек сұйықтық ішкен жөн. Бетке шыққан безеулер тыныс алу жолдарындағы проблемалардың бар екенін білдіреді. Көбінесе тері бөрткендері шылым шегетін адамдарда немесе аллергиясы бар адамдарда кездеседі. Сол себептен тәттіден бас тартып, күн сайын таза ауаға шығып, серуендеп тұрған жөн. Терідегі майдың артуына байланысты мұрын үстінде қарадақтар пайда болуы мүмкін. Сондайда гормондық тепе-теңдіктің жойылуы да безеудің шығуына себеп. Егер мұрын үстіндегі безеулер көп шықса, жүрек қызметінің нашарлауынан екенін білген жөн. Мұрнының үстіне шығатын безеу адамдардың өзінің артериялық қысымына және В дәрумендерінің деңгейіне көп назар аудару керек. Сонымен қатар холестерин мөлшерінде тексерту қажет. Оны ретке келтіру үшін нашар майлардан бас тартып, балық, зығыр дәні, авокадо майы сияқты пайдалы майларға көшкен жөн. Ас қорыту жолдарында эндокринді жүйеде ақаулар болса, иекке безеу шығу мүмкін. Сол себепті құрамында С витамині мол азық түлікті көп қолданбаған дұрыс. Шөптен жасалған шайларды көбірек ішіңіз. Осы аймаққа безеу шығудың тағы бір себебі жыныс бездері қызметінің бұзылуы. Сондықтан гинекологқа қаралуда артықтық етпейді. Ерін маңайына безеудің шығуы ағзадағы гормондық өзгерістер немесе адамның күйзелісті бастан кешіргені туралы білдіреді. Одан құтылу үшін дұрыс ұйықтап, көбірек су ішіп, көкөніс, жеміс-жидектерді көбірек қолдану керек. Ал егерде 25-ке жетпей бетіңізге қарадақ, яғни терісі қара бөктерілген шықса, ол денсаулықта бір кінараттың бар екендігін сездіреді. Бетке дақ шығудың бірнеше себебі бар. Мысалы, дақ қаназдықтан да болады. Қыз-келіншектердің етек кірі, циклы бұзылып, дұрыс келмесе де қан шығады. Қарадақ беттің құрғақтығынан, ет пен терінің арасында су құрамы аз болса пайда болады. Бетіне дақ шыққан жандарға С дәрумені жетіспейді. Сондықтан С дәрумені бар тағамды көбірек жеу керек. Айран мен йогурттың құрамында С дәрумені бар. Айранды көбірек ішу қажет. Дақ, құрғақ және қамыр тағамдарды жей бергендіктен де болады. Күнделікті тағам құрамында көкөніс, жеміс-жидектер болғаны дұрыс. Бетінде дағы бар жандар қуырылған және ащы тағамдарды жемегені жөн. Дақтан құтылу үшін ешбір қоспа қосылмаған, шөптен жасалған табиғи косметика пайдалану керек. Енді мен мына келесі жоғарыда көрсетілген видеомда мен безеуі бар теріні қалай күтім жасау керектігін айтатын боламын. Подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Сонда ғана сіз қажетті ақпаратты жоғалтып алмай, үнемі бірінші көретін боласыз. Сау болыңыздар, көріскенше.